Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін сүзбеден жасалатын тоқашты көрсетпекшімін. Ол үшін менің видеомның соңына дейін көруіңізді ұсынамын. Егер де біздің канал ұнап жатса, бізге тіркел лайк басып кетіңіздер. Ыдысымызға 50 грамм сұйық май құямыз. 5 қасық қант саламыз. 50 грамм жылы сүт құямыз. 100 грамм жылы су құямыз. 1 шымшым тұз саламыз. 1 шай қасық дрожь салып араластырамыз. Араласқан сұйықтығымызға біз 2 стакан ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырдың құрамындағы заттар өте қарапайым болса да, қамырымыз өте керемет қасиетке ие болып шығады. Қамырымыз өте нәзік, жұмсақ, көтерілуде барлығы жақсы болып шығады. Сондықтан осындай қарапайым тәсілмен тоқаштар істеуге болады. Ыдысымызға 150 грамм творогымызды саламыз. Үстіне 100 грамм қант саламыз. 1 жұмыртқа саламыз. Миксермен жақсылап араластырамыз. Тындырып қойған қамырымыз көтерілді. 2 бөлікке бөліп, оқтаумен жаямыз. Қалыңдығы 0,5 сантиметрдей. Қамырымызды осылай домалақтап аламыз. Біреуін үлкен, екіншісін кішкентай қылып. Домалақтан қалған қамырымызды осылай етіп алып қоюымызға болады. Келесінде тағы да домалақтар істеуге. Кесіп шыққан кішкентай домалақтарымызды біз осылай домалақ етіп жайғастырамыз. Үлкен домалағымызды осылайша астыңғы жағына қойып, қолмен басамыз. Сонда осындай керемет гүлдің формасы шықты. Тоқаштың үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Содан соң сүзбені саламыз. Осылай ашып, әдемілеп құямыз. Тоқашымызды осылай макпен сәндеуге болады. Тоқашымызды 10 минутқа демалдырып, пешкеге 180-200 градуста пісіріп шығарамыз. Сүзбеден жасалған осындай керемет тоқаш дайын болды.